Баршаңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің ас үйімде жаңа жылдық дастарханның сәнін келтіретін өте дәмді әрі оңай жасалатын салаттың рецептісімен бөлісемін. Ендеше салатымыз жасауға кірісейік. Алдымен салат жапырағын мұқият жуып, тарелкамызға орналастырамыз. Ортасын ашық қылып қалдыруымыз қажет. Үстіне мандарин қойып шығамыз. Кейін қызылшаны кубиктап турап орналастырамыз. Фетаксыны қоямыз. Үстінен гранатты себеміз. Қалауыңызша тұз қосуыңызға болады. Үстінен зәйтүн майын құйып шығамыз. Осымен біздің жаңа жылдық салатымыз дайын. Жасалу жолы оп-оңай, дәмі өте ерекше. Міндетті түрде жасап менімен бөлісіңіздер. Каналыма тіркеліп қолдауды ұмытпаңыздар.